Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамппен кездесті. Екі ел басшылары аймақтағы қауіпсіздік мәселесін, Солтүстік Кореядағы ядролық қару проблемаларын сөз етті. Сапар барысы жөнінде толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақстан президентінің кортежі Ақ үйдің қақпасына түс кезінде келді. Осылайша бұл ақш көшбасшысының жыл басталғалы шетелдік мәртебелі қонақты алғаш қабылдауы болды. Сырт көзге кездесу рәсімі қарапайым көрінуі мүмкін. Алайда Ақ үй иесі мейманды өзінің жеке бөлмесінде қабылдауы үлкен құрметтің белгісін аңғартады. Дональд Трамп тіпті Нұрсұлтан Назарбаевты ғимаратқа кіргізбей тұрып, дидарласуды бастап кетті. Кездесу Рузвельттің бөлмесінде жалғасын тапты. Қос президенттің қол алысу рәсімі өтті. Өздеріңіз білесіздер, америкалық көшбасшы тек өзіне тән сәлемдесуімен де елге танымал. Президент мырза, сіздің осында келгеніңізге өте қуаныштымын. Сізді бәрі ерекше құрметтейді. Шын мәнінде біздің мемлекеттеріміздің арасында тамаша қарым-қатынас бар. Түрлі тауарлар сатып алынуда. Жалпы Қазақстан өте жақсы жағдайда тұр. Сізді осы жерде қабылдау мен үшін үлкен мәртебе. Трамп Қазақстан аймақтық қауіпсіздік мәселелерінде маңызды серіктес екенін айтып, Ауғанстандағы террормен күреске қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Американың әкімшілігі Астананың бұдан әрі қолдау танытатынына үмітті. Кездесу барысында журналистер сұрақ қоюға ниет білдіргенімен, Трамп баспасөздің өтінішіне назарын сала қоймады. Артынша бірден Қазақстанның президенті сөз сөйледі. Первый президент нашего региона. Мен біздің өңірімізден шыққан тұңғыш президентпін. Менің осында тұруым мен үшін үлкен құрмет. Қазақстан үшін тәуелсіздігімізді саяси қолдау және аумағымыздың тұтастығы әрдайым маңызды. 26 жыл бойы Қазақстан Американың досы болып келеді. Бүгінгі сапар соның дәлелі. Баспасөз үшін бірлескен мәлімдеме жасайтын кезде Нұрсұлтан Назарбаев өзінің әзілге жақын екендігін танытып, бірден журналистерді баурап алды. Тіпті ақпарат өкілдері президенттің бұл қалжыңын аудармай-ақ түсінді. Поздравляю вас с рождением 9-го внука, господин президент. Сіздерді 9-шы немерелеріңіздің дүние келуімен құттықтаймын. Өткен жылы менің 10-шы немерем туған айта кеткім келеді. I'm a little bit ahead of you because last year I had 10th grandchild in my family. Алайда құттықтау мұнымен де бітпеді. Белгілі болғанда ақш президентінің таққа отырғанына 1 жыл толған екен. Айта кетейік, Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемесінен ақш пен Ресей арасындағы саяси қарым-қатынасқа алаңдаулы екенін аңғаруға болады. Проблему Северной Кореи. Біз басқада жаһандық Солтүстік Корея мәселесін талқыладық. Ондағы проблеманы ақш, Қытай және Ресей бірлесіп отырып шеше алады. Осыған байланысты біз ақш пен Ресей арасындағы саяси қарым-қатынастарға алаңдаулымыз. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев және Дональд Трамп Ауғанстандағы жағдай және сол аумақтағы саяси қарым-қатынас жөнінде де сөйлесті. Жүздесу соңында 7,5 миллиард доллар болатын 20 келісімшарт жасалды. Астана General Electricтан Боингтар және 900 электровоз алатын болып келісілді. Президент ақшқа жауап ретінде Американың Қазақстандағы азаматтары үшін визасыз режим енгізіліп және алғаш рет жоспарланған елдер арасындағы ұшу орындалатынына сенім білдірді. Арай Сүгірбай, Гүлнар Жандағұлова, Темірлан Нұртаза, Атамекен Бизнес Channel.